Здравствуйте, ребята! Если вам нравятся мои видеоуроки, подписывайтесь на мой канал. Новый раздел «Выдающиеся личности. Көрнекті тұлғалар». Новая тема, 43-й урок, он вышел из народа, ол халықтан шықты. Ты научишься составлять предложения, использовать в речи числительные и предлоги. Упражнение первое. Послушай, тыңда. Жизнь нашего президента связана с историей нашей страны, нашего народа. Нурсултан Назарбаев вырос в простой семье и хорошо знаком с жизнью, заботами людей. Поэтому интересы народа для него всегда были и остаются главными. Біздің президенттің өмірі елдің тарихымен тікелей байланысты, яғни халықпен. Нұрсұлтан Назарбаев қарапайым отбасында өскендіктен, оған қарапайым адамның өмірі өте таныс. Және халықтың мүддесі президент үшін әрдайым бірінші орында және солай болып қалмақ. Он вышел из народа, так говорят про президента Казахстана. Заслуга Нурсултана Назарбаева в том, что он за короткий срок создал независимое государство, Республику Казахстан. Наше государство уже не только знает, но и признают, принимает, уважает во всем мире. Нурсултан Абишевич много внимания уделяет молодому поколению. Он говорит, наша молодежь должна любить и беречь свои обычаи и традиции, быть примером для казахстанцев. Назарбаев мечтает, чтобы каждый молодой человек знал русский, казахский и английский языки. Біздің президент туралы ол халықтан шықты, осылай айтады. Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі ол қысқа мерзім ішінде тәуелсіз елді құрауы, яғни Қазақстан Республикасын. Әлем бойынша біздің елді тек қана танып қоймай, мойындайды, қабылдайды және сыйлайды. Нұрсұлтан Назарбаев жас ұрпаққа көп көңіл бөледі. Біздің жас ұрпағымыз өзіміздің салт-дәстүрімізді жақсы көріп сақтау керек. Және де барлық қазақстандықтарға үлгі болу керек, деп айтады. Нұрсұлтан Назарбаев ол әрбір жас адамның 3 тілді меңгергенін армандайды, яғни қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгергенін армандайды. В какой семье вырос Нурсултан Назарбаев? Нурсултан Назарбаев қандай отбасында өсті? В чем его заслуга? Оның еңбегі қандай? Что он советует молодому поколению? Ол жас ұрпаққа қандай ақыл айтады? О чем он мечтает? Ол не туралы армандайды? Упражнение 2. Творческая работа, шығармашылық жұмыс. Представь, что ты журналист. Расспроси дедушку или бабушку, какой была страна раньше и какая сейчас. Өзіңді тілшімін деп елестет. Атаңнан немесе әжеңнен біздің елдің бұрын қандай болғанын және қазір қандай екенін сұрастырып көр. Упражнение 3. Составь предложение. Сөйлем құра. Из слов каждой строчки составь и напиши предложение. Әрбір жолдағы сөздерден сөйлем құрастыр. Знай, Нурсултан Назарбаев является вдохновителем создания документа «Мәңгілік ел». В этом документе отражена забота президента о народе, о каждом гражданине страны. Біліп қой, Нурсултан Назарбаев мәңгілік ел құжатының пайда болуына себепкер адам. Яғни президенттің бұл құжатта президенттің елге, әрбір азаматқа жасаған қамқорлығы туралы жазылған. Упражнение 4. Запиши предложение. Сөйлемді жаз. Нурсултан учился прилежно и с интересом. Нурсултан өте жақсы және қызығушылықпен оқыған. Он был одним из первых учеников в классе и в школе. Ол мектептегі және сыныптағы ең бірінші оқушы болып саналған. Он очень любил книги и много читал. Ол кітапты өте қатты жақсы көрген және көп оқыған. Выпиши слова действия прошедшего времени. Өткен шақтағы іс-қимылды білдіретін сөздерді жаз. Упражнение 5. Узнай больше, көбірек біл. Прочитай словосочетание, сөз тіркесін оқы. Прибытие в Темиртау, Темиртауға келуі. Обучение на Украине,
Украинада оқу. Крепкая дружба казаха Нурсултана Назарбаева и украинца Николая Литошко. Қазақ Нұрсұлтан Назарбаев пен украиналық Николай Литошканың мықты достығы. Мастер спорта Украины по борьбе. Күрес бойынша Украинаның спорт шебері. Что ты узнал о молодых годах Назарбаева? Назарбаевтың жастық шағы туралы не білдің? Устно объясни, какие слова пишутся с прописной буквы. Бас әріппен жазылатын сөздерді ауызша айтамыз. Упражнение 6. Познакомься с информацией. Мәліметпен таныс. Нурсултан Назарбаев, окончив профессионально-технические училища, получил свидетельство с отличием второго горнового 8 разряда доменной печи. Когда Нурсултан Назарбаев учился на первом курсе Карагандинского политехнического института, он еще и работал. Нурсултан Назарбаев кәсіби техникалық училищені бітірген соң, ол домна пешінің 8-ші қатардағы 2-ші горновой куәлігін үздік бітіріп алған. Нурсултан Назарбаев Қарағанды политехникалық институтының 1-ші курсында оқып жүрген кезінде сонымен қатар жұмыс жасаған. Что ты узнал нового о нашем президенте? Президент туралы не білдің? Выпиши слова, обозначающие порядок предметов по счету. Заттың ретін білдіретін сөздерді теріп жазамыз. Урок окончен. До свидания.